сан ғасыр түрлі текті, түрлі тілді халықтарға мекен болған алып аймақтың тыныштығын ойлау арқылы Нұрсұлтан Назарбаев зор құрметке ие болды. Ол Кеңес одағы тарқар алдында осы Евразия кеңістігіндегі ең танымал тұлға болатын. Қарапайым халықтың мүддесін ойлаған жаңа бастамалардың өміршең болуы арқасында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 40 елді біріктірген әлеуметтік желі таңдауы бойынша посткеңестік кеңістегі ең беделді тұлға деп танылды. Және Евразиялық одақ пен Евразиялық интеграцияның идеологы атанды. Осы біріктіру мен кіріктіруге деген құлшынысы мен қабілеті тіпті Европа саясатшыларын тәнті етеді. Өздері интеграция кезеңінен сәтті өткен Батыс Европа кейін шығыстағы құбылыстарды жіті бақылауға көшті. Шынын айту керек, Европа елдерде бүгінде Қазақстанмен санасады. Ел басшысының ұсыныстарына құлақ түреді. Қазақстан президентін бүгінде тек орталық Азияда емес, кәрі құрлықта көшбасшы ретінде таниды. Қазақ президентінің дағдарысқа қарсы бағдарламасы қандай керемет. Ол ешкімнен ештеңе көшірген жоқ, өзге елдерсіне жүгінген жоқ. Елін қаржылық қыспақтан құтқарудың өзіндік жоспарын, бағдарламасын жасады. Басқа елдер дағдарыспен қалай күресеміз деп бас қатырып жатқанда, Нұрсұлтан Назарбаев мынадан бастау керек деп өз жоспарын ашық ұсынды. Мен көп елдерді білемін. Дағдарыс дендеп, басына қиын күндер туғанда ғана дабыл қағып, күрес жүргізейік дейді басшылары. Ал сіздердің басшыларыңыз өте көреген. Проблеманы ушықпай тұрып байқап, дерттің әрі қарай дендеп кетпеуіне күш салды. Нұрсұлтан Назарбаев мықты саясаткер. Қазақта ноқта ағасы деген ұғым бар. Ол алқалы бас қосу, іргелі мәселелерді шешуді бірінші және түйінді сөзді айтатын көсем. Алқалы жиын әр тарапқа тартып кетпей, ноқта ағасының тұжырымына тоқтайтын. Қазақстан президентінің Азияда тыныштық пен тұрақтылықты сақтау жолындағы еңбегі ересен. Бір шетін солтүстік мұзды мұхит, екінші шетін Үнді мұхиты көмкеріп жатқан Азияны жер беті халқының ең көбі мекендейді. Тұрмыс деңгейі мен экономикасы ала-құла мемлекеттері көп Азия аймақтық жанжалдар жағынан жиі көзге түседі. Бітпей жатқан Үндістан мен Пакистан арасындағы текетірес, Ауғанстандағы мазасыздық, Сирияның, Ирактың азамат соғыстары, Палестинаның азаттық күресі осы құрлықтың күнделікті талқыланатын тақырыптары. Нұрсұлтан Назарбаев сонау 90-шы жылдар басынан Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары кеңесін шақыру идеясын ұсынды. Алғаш 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымының 47-ші сессиясында сөйлеген сөзінде айтқан еді. Бұл ұсынысты біртіндеп құрлықтың 4 тарабын жайлаған бүкіл мемлекеттер қолдай бастады. Ақыры Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары кеңесі 27 мемлекетті біріктірді. Олардың аумағы 400 миллион шаршы шақырымды алып жатыр. Бұл Азия жерінің 90%. Осы жерде 2 миллиард 800 миллион халық тұрады. Жер бетіндегі жалпы ішкі өнімнің 57% осында өндіріледі. ақш пен Жапония, Украина мен Малайзия және басқалары, сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы, Араб елдері лигасы мен Европадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы осында бақылаушы мәртебесін алған. Бірінші саммиті 2002 жылы өтті. Ал 2006 жылы 17 маусымда өткен екінші саммитте кеңестің декларациясы қабылданды. Кеңес толық қалыптасып, хатшылығы мен тұрақты жұмыс органы құрылды. Іс жүзінде Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық шаралары кеңесі ынтымақтастық дәрежесіне шықты. Еуразиядағы және ғаламдық деңгейде халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінде әрекет ете алатындай халге жетті. Енді толыққанды Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық шаралары ұйымын құру болашағын сөз етеміз. Кеңеске қатысушылардың барлығы осы тұрғыда бірлесе жұмыс істеуі керек. Именно в этом контексте
жұмысшы тобының заңсыз есірткі айналымы, құқықтық және шекаралық бақылау, ауыл шаруашылығы, туризм және ақпараттық технология мен энергетикалық қауіпсіздік жөнінде Тегеран, Анталия, Тель-Авив, Душанбе, Сеул қалаларында өткен келіссөздері жұмыс ауқымының қаншалықты кеңдігін аңғартады. Осының бәрі 3 миллиардқа жуық халықтың қамы үшін жасалған әрекеттер екенін ескергенде, Назарбаевтың әлемдік деңгейде ойлайтын көрегендігіне еш талас жоқ. Қазақстан әлем аренасында батыл қадам басып келеді. Халықаралық ұйымдарда, бас қосуларда Қазақстан тарапынан айтылған ұсыныстар ерекше назар аударып, пікірлеріне құлақ асады. Бұл мемлекеттің биік беделінің бірден бір айғағы. Халықаралық ұйымдарда төрағалық ету, көптеген форум, саммит, жиындарды өз елінде өткізуде Қазақстанның абыройын еселейді. Мемлекетке жаһан жұртының қызығушылығы артады. Қомақты көлемде шетелдік инвестиция тартылады.